Бүгін біз үйдегі қажетті заттармен танысамыз. Бұл заттар күнделікті тіршілікке қажет. Зарина, сен дайынсың ба? Я, мен дайынмын. Достар, ендеше біз бастаймыз. Бұл тоңазытқыш. Ол бізге тамақты сақтау үшін керек. Оның іші мұздай. Бұл шайнек. Біз онымен ыстық шай қайнатамыз. Бұл тәрелке мен қасық. Біз олармен түрлі тамақтар жейміз. Бұл тоқ пешін. Онда түрлі тағамдар пісіреміз. Бұл кесе. Кесемен шай немесе сорпа ішеміз. Бұл микротолқынды пеш. Бұл пеште тамақ жылытамыз. Бұл мультипісіргіш немесе ақылды қазан. Онымен тез тамақ пісіреді. Бұл оқтау. Оқтаумен қамыр жаяды. Мантамен және бешбармақтың қамырларына қолданылады. Бұл шанышқы. Шанышқымен түрлі тағамдар жейді. Бұл ожау. Ол сұйық тағамдарды құю үшін пайдаланады. Зарина, енді сен ас үйдегі қажетті заттарды қайталап шықшы. Жарайды. Бұл тоңазытқыш. Бұл шайнек. Бұл шанышқы. Бұл тәрелке. Бұл қасық. Бұл тоқ пеші. Бұл кесе. Бұл оқтау. Бұл ожау. Бұл мультипісіргіш. Бұл микротолқынды пеш. Достар, бүгін біз ас үйдегі қажетті заттарды үйрендік. Ең бастысы арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!